Ассалому алейкум достар. Қазір орталық Азия елдерімен жақындасып жүріп жатыр. Форумдар, саммиттер өтуде. Тіпті жалпы түркі әліпбиін енгізілген келеді. Егер сіз мені сұрасаңыз, қалай қараймын? Мен екі қолмен жақтаймын. Мен орталық Азия елдерінің жақындасуын қолдаймын. Жақында Қазақстанда орталық Азия тұрғындарын құлдыққа алғанын оқыдым. Біз қазақпыз, мұсылмандарбыз. Мұсылмандарды құлдыққа алу болмайды, күнә ол. Мұны жасаған адам бұл ақша бақытсыздық әкеледі, пайда әкелмейді. Маған бір қазақ еркек туралы айтып берді. Оның жанында өзбектер жазда жанында өзбектер үй салған, еркен төлемен тарты, содан кейін ол полиция шақырып, өзбектерді полицияға тапсырды. Сөйтіп, өзбектерге ақша төленбеді. Қалай қарайсың, Жақында мен орталық Азиядан келген қыздардың жүзушілікпен айналысуға мәжбүр болғанын оқыдым. Мұның бәрі біздің халықтарымызды жақындастырады деп ойлайсыз ба? Орталық Азия тұрғындары үйлеріне оралып, қазақтардан оларға қалай қарайтынын айтады. Бұл біздің көршілерімізді бізге қарсы қояды. Оларға қазір өте қиын, және біз оларға көмектесуіміз керек. Ашаршылық, геноцид кезінде 30-шы жылдардағы өткен ғасырда өзбектер миллионнан астам қазақты, біздің ата-бабаларымызды құтқарған. Олар біздің ата-бабаларымыздан ақша бар ма, жоқ па деп сұрамады. Олар біздің ата-бабаларымызды аштық пен өліммен құтқарған. Оларға қазір біздің көмегімізге мұқтаж. Айтпақшы, мына америкалықтар қазір Өзбекстанға келеді. Сондықтан болашақта біздің көмегіміз оларға қажет болмайды. Қазір мына көмектесу керек оларға. Оларға қазір мұқтаж керек. 30-шы жылдардағы большевик қолымен жасалған ашаршылық кезінде көптеген қазақтарды қырғыздар құтқарды. Бишкек маңында біздің ата-бабаларымыз қазақтар қоныс аударған жер болды. Қырғыздар 100 мыңнан астам қазақты құтқарған. Мүмкін одан да көп. Ақпарат әлі күнге дейін құпия болып табылады. Көрдіңдер ма, жіктер? Құпия. Бірақ қазір қазақтар мен қырғыздар арасындағы достық туралы жазсаң, тролльдар мен боттар жүгіріп келеді. Не жазылады? Тролль мен боттар мен біздің қырғыздар, бірден қырғыздар біздің Кенесары ханды өлтірді деп жазады. Мен ойымша, біздің Кенесары ханды қырғыз халқы емес, ол тыңшылар немесе сатқындар өлтірген. Ал қалай қарайсың? Қазақтар өз халқы ішінде өз сатқындарды жоқ па не бізде? Өкінішке орай толы көп, өте көп. Орталық Азияның жаулары орталық Азия елдерінен берік одақ құрғанын қаламайды. Сондықтан олар ағайындыларды құртқысы келеді. Қырғыздар қазақтарға жоңғарлармен соғысуға көмектескен. Орбұлақ шайқасында қазақтармен бірге жоңғарларға қарсы көп қырғыз батырларды да соғысқан. Мысалы, 1916 жылғы көтеріліс кезінде қазақтар қырғыздармен бірге басқыншыларға қарсы соғысқан. Бірақ бұл боттармен, тролльмен ешқашан жазбайды. Ал қазақтар мен қырғыздар ешқашан достаспауы үшін бәрін жасайды. Сондай-ақ тәжіктер ашаршылық кезінде қазақтарды құтқарды. Енді біреулеріне қырғыз бен тәжік қазір бір-біріне айдап салады, өкінішке орай. Біз оларды татуластыруымыз керек.
бітімгершілік тарап ретінде әрекет етуіміз керек. Бірнеше уақыт бұрын біз Түркменстанға ақпараттық шабуыл көрдік. Түркменстан бір кездері тыс кесілген және табиғи газды экспорттауға рұқсат етілмеген. Содан кейін оларға сырттан газ транзитінің бағасы 10 есе көтерді. Түркменстанда құрғақ шөл барлық жерде. Оларда бидай өспейді. Ал Қазақстанда бидай көп қазір. Сонымен Қазақстан неге түркмендерге бидаймен көмектеспейді? Қазір олар бидай жоқ, нан жоқ. Мен білмеймін не үшін көмектеспейді. Ал Қазақстанда, ғаламторда, көршімізде мәселе бар екенін кейбір кісілер қуанады. Осылайша Орталық Азияның жаулары біздің елдерімізді бірінен соң бірін басып жатыр. Ал қалғандары қарап үндемейді. Ал түркмендерде де ашаршылық кезінде көбінесе біздің қазақ ата-бабаларын құтқарған. Орталық Азияда диктаторлар билік етеді деп дейді біреу. Сондықтан оларға көмектесудің қажеті жоқ дейді. Мен ойымша Орталық Азия халықтары өз басшылығымен қалай әрекет ету керек деген өздері шешіледі деп ойлаймын. Ал біздің міндетіміз Орталық Азия бауырларына көмектесу керек. Тарихта бұл әрқашан болған. Мысалы, бүгін бір мемлекет бай болады, ертең бұл мемлекет кедей қалады, келесі мемлекет бай болып қалады. Қазір Орталық Азияда ең бай мемлекет Қазақстан. Егер біз Орталық Азиядағы бауырларымызға көмектеспесек, онда Құдай Тәңір байлығымызды біздің алады. Жастар менен сұрайды: аға, қазақтар кімге көмектесу керек деп жиі сұрайды. Мен ойымша қазақтар алдымен қазақтарға көмектесіп қолдау көрсету керек. Ал екінші кімге? Екінші қазақтар қырғыздарға, өзбектерге, түркмендерге, тәжіктерге көмектесіп қолдау көрсету керек. Сондай-ақ тағы да кімге? Азербайжанстарға, Түркиядан келген түрктерге. Айтпақшы, мына Түркияның бойынша деп айтқым келеді. Мына қазақ қыздарын бұзылмасын, бүлдірмесін, өтініш бар. Біз мұсылманбыз ғой. Атақ мына Түркиядан келген түрктерге көмектесуіміз керек. Бір туған халық. Мен шекараны толық ашу деп айтпаймын. Біреулер мұнда миллиондаған келеді және өздерін үйде сияқты сезінеді. Білесіңдер ғой, көріп тұрсыңдар ғой да, жігіттер. Ал біздің Орталық Азиялық бауырлас әрбір ұшта ұсталады. Кейбіреулер біз оларға көмектесеміз дейді, ал олар бізге рахмет айтпайды деп. Біз оларға біздің ата-бабаларымызды аштықтан құтқарғаны үшін, Алла тағала үшін көмектесуіміз керек. Біз Орталық Азия елдеріне, Түркия әлеміне бірігуіміз керек. Біз Орталық Азияда 80 миллион адамыз бар. Егер бізге мына Азербайжан пен Түркия қосылса, онда біз 200 миллионға жуық боламыз. Бізге Азия, Орталық Азия мен Түркия әлемінің ортақ армиясын құру қажет. Сонда ешкімнен қорықпаймыз. Біздің одақта кім бастық, кім бастық емес екенін болудың қажеті жоқ. Себебі біздің жауларымыз біздің қарама қайшылықтарымызды пайдаланып, бізді ұрып соғау мүмкін. Бауырлас халықтарымызға әр ел жалғыз өмір сүрмейтінін, бәрін бірінен соң бірі жойып жіберетінін түсіндіру керек оларға. Солай ойлап тұрмын, жігіттер, қыздар. Сау болыңыз. Ал сіз қалай қарайсыз? Назарыңызға рахмет.